Байли, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү берүүбүздү биз так ушундай жагымдуу музыка менен баштадык. Бүгүн биз студиябызга эл ынтымагын ширеткен өнөрпоздорду чакырдык. Биздин студиябызда Каракалпакстан, Өзбекстан жана ошондой эле Казакстан облус республикаларынан келген өзгөчө өнөр адамдары отурат. Студиябызда конокто Каусар жетигенчилер тобу, жаңы эле сиздер алардын өзгөчө өнөрүнө күбө болдуңуздар. Айжан Курак, Айгерим Элемесов, Жанерке Ноғайбаева. Студиябызга кош келдиңиздер, ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле биздин студиябызда бул жакта маек куруу үчүн келген конокторубуз бар. Каракалпакстан автономиялык республикасынын ырчысы Саламат Аяпов, Өзбекстан мамлекеттик өнөр жана маданият институтунун окутуучусу Кубандык Матякупов жана ошондой эле Казак домбура ансамблинин домбурачысы Бексултан Бакыт бизге конокко келген. Студиябызга кош келдиңиздер, жалпы Кыргызстанга кош келдиңиздер. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Канча күндөн бери Кыргызстандасыздар? Осы бүгін келдік біз. Қазақстандан бүгін жеттік. Казакстан бүгүн келдиңиздер. Кандай казак туугандар? Казак кыргыз бир тууган дейт, сондуктан казак пен кыргыздын енді жакындыгы өте жакшы. Бүгүн келип орналасып жанагыдай алгачкы оюндарыбызды бүгүн көрсөттүк конференцияларда. Сондуктан сиздерге осы келген Кыргызстандын ыстык ыкыласына бөлөнүп рахмет айтып жатырмыз. Сондуктан енді тек қана жақсылықтар болсын. Кош келдиңиз дейбиз дагы бир жолу. Кубандык байке айтсаңыз, канчасы келдиңиз? Биз билгенден сиз бир жумага чамалап калды Кыргызстандасыз, Туура, биз ошо фестиваль себепле бүгүн 4-күнүбүз келгенибиз. 4-күндөн буян мына 20-жылда келген болсок, 21-жылда биз музыка ошо немасында концертте катнаштык. Кече ырчылардын концертиде мына катнаштык. Кийин фестивалны бүгүн конференцияда катнаштык. Жуда курсанбыз. Бу Орто Асия халкларда биздин чалгууларыбыз бири-бирисине жудайым окшошлары, өз регион жайларыны өзүнө ар бирисинин өзүнө хас чалгуу аспаблары бар. Булар бири-бирисине окшойду, лекин өзүнө хаслыгы ар бир жайны өзүнө bir qo'shimcha nimasi bor. O'zgachaligi bor. Shu bilan farqlanadi. Lekin asosida bir-birisine hammasi o'xshaydi. Tüp nusxasi o'xshash. Asosi o'xshash baribir. Nasi kamonli chalg'ular ham, mana domburalar, dutorlar o'zbeklarda, dutorlarimiz ko'psi bir-birisine o'xshash. Qirg'izistonga buga cheyin keldingiz bela? Birinchi jol keldi. Yo'q, men birinchi kelishim. Birinchi jol kelsiz. Qirg'iziston qanday ekan sizga? Judayam xursandman, judayam yaxshi. Katta taassurotlarimiz judayam katta. Xursandmiz. Xudo xolasa yana shunday festivallarga qatnash niyatlarimiz bor. Саламат, кыргыз аты дагы кыргызга окшош. Каракалпакстандан келген биздин өзгөчө өнөр адамыбыз. Каракалпактардан ак калпактарга келишиңиз менен куттуктайлы. Сизде кандай? Менде да жакшы. Өзү биздер эми ак калпак, кара калпак деп бир ананын эки балаларындаймыз го. Биздердин бир улуу шайырыбыз бар, Ибраим Юсуп деген, ол көпчүлүк тааныйды. Со Чыңгыз Айтматовлар менен биргеликте со дөөрөтүүчүлүк алып барган инсан. Сонун бир косугу бар. Бизде Кара тоо бар да, тоо бар, Кара тоо деген. Кара тоо. Сонда косугунда келтирип коюпту да, Ала тоодон ак калпагың көрүнсө, Кара тоодон кара калпак булгайын дейт. Сол кусап бизде со кара калпак халкына, со мына кыргыз халкына үлкөн салемдер алып келдик. Жақсы ниетлермен келдік. Азыр мына агамыз айткандай 4-күн болуп атып да, азыр содан бери ар күнү жаңа ушундай бир несинде жаңагы кечелерде, жыр күнүндө, дастан күнүндө, күй күнүндө катнашып атырмыз. Улум айткандай жакшы, бир өзүбүздө бир жакшы бир нөө дейди. Жакшы бир сезимдер менен, таасуратлар менен кабатырмыз да. Негизи бул музыканын тили жок дейт, музыканын өлкөсү жок, музыка жер тандабайт дегендей. Анан ушунча өнөр адамы, бир чоң өзгөчө салттуу музыка деген ошол жумалыктын негизинде Кыргызстанга чогулуп атканы, албетте биздин Кыргызстанга дагы өзгөчө жетишкендик. Анан бул айырмачылык, жана айтып атпайбы, Кубандык байке айтты, бул окшоштук, түп нускасы бир дейт бул музыкалардын баарысынын. Бирок дегенмен
менен баары бир баягы музыкаларыбызда айырмачылыктар бар го. Кандай бул салттуу жумалык дал ошол салттуу музыкаларды байытуу, ошонун баягы илгерки түп нускасын алып чыгуу максатында уюштурулуп аткан өзгөчө иш-чара. Бир нече жылдан бери уюштурулуп келип атат. Кандай өзгөчөлүктөрдү байкап атасыздар? Кимдер катышты буга чейин? Буган дейин энди биз бул неге биринчи марта катнашып атырмыз, бирок ошол нерсе жакшы нерсе. Маселен, коңшулас Казакстанда, мына Кыргызстанда, башка мамлекет Түркменстанда, өзүбүздүн Өзбекстанда, сол ар бир жердеги азыркы күндөгү бир эмне деймиз, жаштарды сондай бир неге чакыруу үстүндө алып барылып атырган нелер болуп эсептелинат да. Сонун үчүн бул жерде болуп атырганын өзү да бир башкача биз көз карашпен карадык. Себеби ар жердин өзүнүн неси бар го. Маселен, дастанчылык Өзбекстанда сол макамчылык бар, Түркменде дастанчылык бар, мына казак агайларыбызда дастаны бар, термеси бар. Мына кыргыз халкынын өзүнүн айырмачылыгы бул Манас дастаны. Биз бул жерге кеп Манас дастанын тыңлап атырмыз. Түшүнүп атасызбы? Түшүнөбүз. Албетте түшүнөбүз. Комузду калай ойноп атырганын көрүп атырмыз. Маселен, бул комузду булай чертип, булай айландырып, булай. Бул энди сол комузчунун техникасын көрсөтүп атыр. Кала берсе, кеше фильмге барып көрдүк. Маселен, сол Манасчы фильмин көрдүк. Онда да сол эртеде өткөн манашчылардын калай болгонун көрүп атырмыз. Бул ham өз сиз айткандай кыргыз халкынын музыкасынын айырмачылыгы. Бул Манасчы деп атасыз, Манасчы дегениңизге токтолгум келип атат да. Бул Манасчы сиздерде бакшылык бар. Өзбек элинде бакшылык, жыраушылык бар. Бакшы, жырау. Бакшылыктагы өзгөчө бул ошол баягы Алпамыштын окуяларын айтат. Дагы ошол сыяктуу биздин дагы Манас баягы улуу эпостордун бири го. Эпос күнүн кече Манас жөнүндө көрдүңүздөр. Андан кийин кечинде биздин Кыргыз улуттук драма театрына барып Коркут атаны көрдүк. Коркут ата энди көпчүлүк халыкларда бар, бизде да бар, сол Коркут ата. Каракалпактарда бар. Бар, Каракалпакта да бар. Сол Кобуздун пири деп айтылады бизлерде да. Олда да бир башка. Бул азыр манасчылык, бакчылык хакында кеплеп өттүр. Бакчылык бул Орто Азияда devletlerде içinde hammasında бар. Өзүнө яраша. Баягы башта айтып өткөнүмүздөн ар бир жайына, ар бир республиканын өзүнө яраша бакчысы, жыраучусу ушу мухитни tasvirleydigen özünün nimesi бар. Özünü tasvirleydigen şu el hürmet kıladigan, elini özüne ergeştirip biladigan, elini tarihinden geplep beradigan, keyin yaşlara kadimdeki tarihteki boğan vakiyalarını, boğan kahramanlarını, yurt, halk kahramanlarını geplep evladdan evlada ötürüp geladigan şu bakşı, jırauvchilar boladi. Bular tertibe çakırады. Yaş ösüp yatırgan yaşlarını tertibi, intizamı, kattalarga bo'lgan hurmati, kichkinalarga izzati, shu haqida tarbiyaviy, hozirgi zamonaviy til bilan aytganda tarbiyaviy dars, tarbiyaviy soatlar beradigan inson bo'lganlar, ijrochi bo'lganlar, san'atkor. Shular baxshi deb aytilgan. Bizde мындай да жана манасчылар манас айтканда ар бир эле адам бизде манас айта албайт. Ал деген баягы өзүнчө бир берилген аян аркылуу анан кийин ага бир манас айтып, анан бул Айкөлдүн ааламы деп коебуз. Биз бул Айкөлдүн ааламына кирүү дагы оңой эмес. Ал ааламга киргенден кийин ал ааламдан чыгуу дагы оңой эмес да. Ошол сыяктуу эле бул бакшылыктагы сиздердеги баягы ар бир адамга бериле бербеген өзгөчө өнөр экенин билебиз. Дагы кандай өзгөчөлүктөр болуп атат? Эмнелерди бул конференцияларына да катышып атасыздарбы? Konferensiyalarda ham qatnashdik. Konferensiyada şu bu san'atlarni, şu qadimiy chalg'ularimiz, qobuz, dombra, puflama chalg'ular, surnay, qo'shnay, bulaman bu chalg'ular hammasi qadimiy bizani şu chalg'ularimiz, shularning muammosi haqida ko'p gapirilib turibdi. Endi bularning davomiyligi, boya aytib o'tganingizdek, bu chalg'ularni kelajak avloda, yoshlarimiz o'rganishi uchun, ko'proq tarqalishi uchun qo'limizdan kelgancha qanaqa harakatlar bo'ladigan bo'lsa yoki shu oliygohlarda dars sinflarini ochish, shu qobuz sinflari masalan faqat Qoraqalpoqda yoki Xorazmda turish emas, bu yoki masalan Qozog'iston oliy hamma joyda, respublikaning hamma joyi, ham O'rta Osiyoning hamma joyiga bu chalg'ularni tarqatish. Yana tariximizni davomiyligini ta'minlab berish bu.
Бүгүнкү күндө бул аспаптар бир мындай жоголуп кетүү коркунучу жокпу? Коркунучу бар албетте. Бул биздин кобуз аспабы, маселен кобузду айтатын болсом өзүмдүн үйүмдө биздерде эски чоң жана жыраулар деймиз го, үлкөн жыраулар, олар өтүп кеткенден кийин бизде арада аз маз үзүлүш болду, бирок кийинен маселен биздин устазлар соларды алып кетип, азыркы күндө биз катар жаштарга, бизден кийингилерге үйрөтүп атыпты. Мына бизде окууларды бүтүрүп атабыз, эртең bizler de sol жас avlodga сол үйрөтүп барсак, давам этип кете берет деп ойлоймун да. Негизи сиздер де буну ошол баягы айтып атпайсызбы, институтта билим аласыз, сиз консерваторияда дегендей. Сиздер де окутабы, өнөр катары окутулабы бул? Же бизде биз билгенден ушундай бир өзбек элинде өзгөчө өнөргө, хунар деп өзгөчө өнөргө басым берип, сөзсүз түрдө бир өнөрдү алып жүрөт. Кесибинен сырткары өнөрдү алып жүрөт. Же ошондой эле өнөр алып жүрүүчүсүлөрсүздөрбү? Же буну баягы кесип катары окуйсуздарбы? Кесип катары окулады. Окутулат, окутулады. Кесип катары окутулуп, шу нерседен колуна hujjat берилип, шу асбабларны устасы болуп дамыласы, яни илмий тил менен айтканда окутуучу болуп, педагог болуп, шуну түгөтүлүп, кийин мектептерге yo'llanmalады. Келечек авлодго өргөтүп, шуну көрсөтүш максатында. Канча жыл окуйсуздар сиздер өнөр институтунда? Bizde oliygohlar 4 yıl, 4 yıllık. Kiyine 2 yıllık magistraturası. Magistratura. Андан кийин улам. Ondan keyin. Bizde студиябыздын экинчи тарабында Казакстандан келген өзгөчө өнөрпоздорубуз дагы даяр турат. Анда эмесе азыр бир күү калы, андан кийин маекти улантабыз. Турган Бексултан азыр домбурачылардын арасында. Бексултан, эмне күн ойнодуңуздар азыр? Мына биздин ойногон күйүбүз Курмангазы бабамыздын адай күйү өтө биздин Казакстанга және көптөгөн жакын элдерге белгилүү күй деп аталат. Осундай биздин көптөгөн казактын күйлөрү бар. Осы айтып кеткендей, тагы да Курмангазынын осы жанагыдай биздин эл дамыган Балбырауын, Серпер және де көңіл ашар атты көптеген күйлері бар, басқа композиторлардың көп күйлері бар. Сондықтан жалпы қазақтың күйі ол біздің өзіміздің негізгі құндылығымыз деп табылады. Бексултан, дағы бұл салттуу музыка күндөрүндө сиздер кандай өнөр тартуулап атасыздар? Канча күү алып келдиңиздер? Енді осы салттуу өнөр бұл кешке біз бағана осы бүгін ойнап жатқан күйіміз осы адай болатын, және де осы ертеңгі болатын гала концертте де осы күйлердің жаңағы айтып кеткен қатарындағы күйлердің біреуін ойнаймыз, бірнеше күйлердің жаңағы күй тартыс ансамбль ретінде өнерімізді көрсетеміз. Көп жылдан бері домбырада ойнайсыздар ба? Барлығымызда осындай ең әуелі
кішкентай кезден бастаған музыкальный жаңағы музыкалық мектептен бастап, одан кейін кейбір мына біздің балаларымыз әр өңірден келген, соның ішінде өздерінің мектептен кейін жаңағы академияны оқиды, және одан жоғары оқуына түсіп, жаңағы консерваторияда оқиды. Мысалы, мен өзімді айта кетсем, ол музыкалық мектепті оқып, онан кейін жаңағы Чайковский атындағы музыкалық колледжге түсіп, жаңағы консерваторияға өткен жылы түскен болатын. Сондай жаңағы жаңалықтарымыз бар. Эртеңки гала концертте да өзгөчө өнөр тартуулайсыздар деп ойлойбуз. Биз бир нече мүнөттөрдөн кийин кайра домбуранын күйлөрүнөн уксак болот. Кубандык эке. Негизи эле бул музыка, жана айтып өткөнүбүздөй эле, тилсиз кайсыл эл болбосун музыканы тили жок түшүнө алат го. Анан бул салттуу музыканын бир өзгөчөлүгү бул жалаң баягы унутта калган өзгөчө музыкалардын баарын алып чыгууга багытталып атат го. Анан эмне бир өзгөчөлүктөрдү көрө алып атасыздар? Бүгүнкү баягы жетишкен техника, эстрадалык багыт, алардан айырмасы анан бир адамга жугумдуу, жагымдуу жагы эмне болуп атат? Doğru ettiniz. Şu muzikaya tercümanlık gerek yok. Bu çalıp bu Kazakça olsun, Karakalpakça, Kırgızça olsun, Özbekçe olsun, yaxşı muzikani tinglovchisi hamma yo'q bor. Eshitib tinglab biladi. Buni tinglab bilishi inson yaralışından boshlab o'zi jonni muzika bilan girgan deyiladi. Ya'ni bizani ruhiyatimizga ta'sir qiladigan, insonning ruhiyatiga ta'sir qiladigan narsa bu muzika. Yaxshi so'z. Yaxshi so'z bilan kayfiyatni ko'tarish mumkin. Kayfiyatingiz tushishi ham mumkin, bir mungli so'z bo'lsa. Bu narsalarni ko'p, masalan, o'tgan ulamolarimiz, buyuk insonlarimiz, masalan, Ibn Sinolar o'zini tabobat sirlari kitoblarida bu narsalar haqida yozib o'tilgan. Har bir kasallikni, har bir kerak bo'lsa, shunga o'xshagan kasalliklarni muzika bilan davolaydi u. Dardning davosi dag'i muzika. Dardning davosi, masalan, hozir zamonaviy tibbiyotda ham musika bilan davolash yana rivojlanib borayotir. Ya'ni musiqiy terapiya deydi buni. Musika terapiyasi deydi. Bu narsa rivojlanib borayotir. Shuning uchun yani başta aytganingizdek muzika siz aytib o'tdingiz bu muzikalik terapiya deb. Ушул бул этно музыкалардын таасири кандай болот? Endi shuni aytmoqman siz hozir etno muzikalar shu muzikalardan kelib chiqqandan odamni kayfiyati ko'tarilgan vaqtida yoki kayfiyat tushgan vaqtda, tushkunlikka tushgan vaqtda shuni kayfiyatini ko'taradigan musiqalar shu etno musiqalar. Ya'ni qadimiy bizning tarixiy musiqalarimiz. Bul саламат этно музыка, негизи эле бул музыка менен ар бир элдин ойногон музыкасы менен ошол элдин түпкүлүгүн, ошол элдин кайсыл эл экендигин аныктаганга болобу? Эndi ол маселен ол ел туралы, музыка туралы хабары бар инсан аныклауга болот. Эгер музыкадан хабар жок инсан энди билбедим. Мен айтайын дегеним бул ар бир музыка ошол элдин ыргагы го. Мисалы, ар бир эле улуттун канында турган нерсе бул оңго чыгат да. Баягы адам жөн басып жүргөндө деле бир үн салбырдап калабыз го, болгон болбогон деле үнүбүз менен. Ошол сыяктуу эле бул канда бар нерсе жандуу жашоого чыгабы дейм да. Эми бизлерде маселен Каракалпакты, Өзбекстанда бизлер каракалпакларды сахра билбиллер деп атайды. Сахра бул чөл бүлбүллери дейди. Чөл булбулдары. Чөл булбулдар дейди. Со бизлер сахра бүлбүллер дейт. Онун себеби бизлер энди сален жа үстүртегислиги бар бизлерде. Сол энди жане чыгыш го. Содан кейинен бизлер солай атайды да. Жане мен айтачагым биздин кообузда маселен сол ойналган сез бир кандайда бир узак бир неден бир саза кеп тургандай болот. Бизлердин эми өзүбүздүн немизде айтатын болсок, ар бир жердин өзүнүн сондай бир байланышлы нерселери бар. Маселен, со кыргыз халкынын өзүнүн жанагыдай бир өзүнүн колорит деймиз го. Сондай бир нелер сезилип турады, өзүнүн жарасыклы, өзүнүн ыргаклары бар.
өзүнүн налалары бар маселен. Музыкант катары кандай айтасыз? Айырма кандай? Мисалы кыргыз менен ошол эле казак талаалчы, казактын домбурасы менен кыргыздын комузунун айырмасы кандай? Эки кыл менен үч кылды албаганда. Мысалы қазақтың өзінің жанағы аспабы болса, қырғызда да осындай ұқсас нелері келеді. Мысалы сөздерінде де келсек, мысалы әр халықтың сөздерінде өздерінің ерекшеліктері болады, ұқсастықтары болады. Енді қазақ қырғыз бір туған деп те айтып жатады ғой. Оның себебі жаңағыдай қазақтың қырғызбен айырмашылығы олардың бір-бірінде тек қана кейбір сөздерінің басқашалауында кейбір келген сөздер болады ғой. Сонысында болса, мына аспаптарына келетін болсақ, енді олардың былай аспаптарын өзін алсақ ұқсайды екеуі. Бірақ мына қырғызда үш шекті болса, мына қазақта өзінің екі шегі болған. Кезінде де мысалы үш шекті домбыра дегендер де болған, әртүрлі көптеген көне аспаптар болған. Сондықтан мына өзіміздің домбырада өзімізге жақына қою дыбысы бар, қоңыр дыбысы дейді бізде соны. Сондықтан енді басқа айырмашылықтарын айта кетсек, мысалы бізде ойығы жаңағы шанағы дейді ғой, осының барлығы қырғыздың аспабына негізі былай ұқсас келеді. Әр түрік тілдес халықтардың аспабымен барлығы ұқсас келеді, сондықтан да осыны түрік халықтары деп те айтады. Көптеген ерекшеліктері бар. Түрк тілді елдер, бізде көрерманымыз бар екен. Біз сізді ұғып жатабыз. Сұрағыңызды беріңіз. Алло. Саламатсыз ба? Сүйлөңүз. Саламат Аяпов деген Караалпак жигиттер Караалпак шаарынан ардап берсе. Бір дастанан өзүндө айтып берип алсаңыз болобу, ийдиге болобу. Сиз сурооңузду толук баттан айтсаңыз. Өзү түшүнүп атпайбы? Саламат түшүнөт өт баарын айтыңыз. Чалып атам азыр. Саламат бір Караалпакча бір дастандан бір үзүндү айтып берсең деген да. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Саламат, өзгөчө Кыргызстандагы өнөр адамдарын жагып атат окшойсуз. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, ошодон кийин сиз дастаныңызды айтып бериңиз. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Салам алейкум, кандайсыңар? Алло, сүйлөй берейинби? Сүйлөңүз, биз сизди угуп жатабыз. Телевизордон алысыраак туруп, сурооңузду толук айтсаңыз. Мен атым Дыйканов. Мен Сайбидин Дыйканов, Баткен областынын Баткен районунан чалып жатам. Мен музыкант болгонума байланыштуу Өзбек элинин улуттук дүтөр аспабында ойноп туруп кыргызча ырдап жүрөм да. Анан ошол силердин ошо эл ынтымагын сиреткен өнөр деген ушундай фестиваль аябай мага жагып атат, жакшы, бирок ошо дүтөрдөн ойнош ыкмаларын, ноталарын кандай үйрөнсө болот, ошону жанагы өзбек өкүлүнөн бир сурагым келип кетет да. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Алыскы Баткен облусу. Баткен облусу биздин Кыргызстандын эң чет жагында, сиздердин Сох анклав ошол жакта жайгашкан. Ал эми андан ары Тажикстан кетет. Анан айтат, өзгөчө ноталарын үйрөнгөнгө болобу дейт. Кантип үйрөнсө болот дейт биздин көрөрманыбыз. Нота, өзбектерде сиздерде бар го дутар. Дутардын дейт, ноталарын кантип үйрөнсөк болот дейт. Азыр бул нерсе бир muammo tug'dirmaydi. Negaki dutor haqida ko'plab, hatto masalan boshlang'ich 1-sinf, 2-sinfdan tutib to oliygohlarni bitirguncha har qanday savolga javob beriladigan qo'llanmalar, kitoblar dutor haqida shunday narsalar ko'p chiqarilgan. O'zbekistonda-ku, Qirg'izistondagılar qanday uyrenib, Qirg'izistonda bunaqa narsa menimcha muammo yo'q deb o'ylayman. Negaki şu dastali, ya'ni dutor dasta deymiz. Dastali asboblar uchun qo'llanmalar hamma joyda yetarli. Bul bag'ı notani tanigan kishi olsa, barcha yerda uyrenib ketadi deginiz bor go. Notani ichida notani tanitadigan ham kerak bo'lsa, notani tanimasam, shu notani tanitadigan nota haqida har xil nazariya uchun berilgan savollarga javoblar, tushuntirishlar, keyin kirib kelish hamma narsa haqida qo'llanmada ko'rsatilgan. Qo'llanmadan alып o'qisangiz bo'ladi ekan. Саламат, эми биздин биринчи чалган көрөрманыбыздын талабын аткарып, сизден дастан угабызбы же өнөр тартып алайсызбы?
Yaxşı, men hazır ушул нерсени айтып кетейин. To'g'risi quvonchlimiz, sebebi bizning Qoraqalpoq xalqining dastanlarini alpamiz, Yediga, Maspacha, Qirqiz, Qoblan, Shariar degan dastanlarimiz bor. Shunday dastanlarimizda endi ertadagi jirovlarimiz ko'pchilik xalqlarga tanishtirib o'tdi. Mana biz yoshlarda so'larning izini davom ettirib tanishtiruv vazifamiz. So'ng uchun hozir men Qirg'izistondagi barliq xalqqa, qirg'iz eline biz yerda Qoraqalpoqda Yediga degan dastan bor. O'zimizning vatanimiz sol Yediga dastandan bir o'zimni atqarib bereyim. Endigi gapni eshitsam 14 yillik ayriliqdagi Yediga menen perzentim Nuriddinning uchrasgan yerini esdim. Yediga turib, bu balani ko'rib, o'zining balasi ekanligini bilib, "Ho bala. Mına gapning keyini qara. Mına bizning 6 oylik ishda qolgan yolg'iz Nuriddinga o'xshaymi? Nuriddin beding sen desem, atang yedim men desem, jarla keter yuragi buzilib keter yuragi. Жаңа ko'rgan vaqtimda ko'rmagan deb bo'larman. Kel, ondan perzentimde asli ahırlık bilen özüme tartıp alayım degen qiyal menen. Ana Yediga batır perzentin Nuriddinga qarab 5-6 söz aytıp, qani ne dep tanıştırıp atkan sekildi. Dostlarım ey. Aynan ayın andızın aspanday gavhar Culduzum aman yesin barmedin havaydı aytkan Tilimden yedildi körgün Közümden kongent aytkan Sözümden mendidadın aylansın ey. Senler aman, biz aman bulmay bedi. Zen şaman ayna anayın, şırağına aytan. Sözüne sadaka bolsan gözünün ey. Man baskan tört ayağın, ten baskan şu dağların, şan baskan ürküşlerin, may baskan kaburga uzun, karnıgen karanlardı, joyutsan joytkanı joğun, mende de altın vida, moynunda sollatan dey, kör almay bozlay kalan, boğuruşun botanba yedin, sende de tanı sayıp küldedin ey. Jaylı batkan yılgıdan kürsürüdü, işinde gültür kişnegen kuvu jaldan, çişlegen takbak jalı, toraylırdan, ayrılsan şapay yermi, ayrılsan caytacağın özledin ey. Keşkim mezgil bolganda Koyca Murat kelgende her savluktu bir türtüp sorlatandı tabalmay jaltan bolgan koşantay medin sen dedi. Koyup ketip benim o atımdı 6 aylık hamladar işte kalgan yalgızım Nuriddin bedin sen dedi. 14 yıllık ayımın Yediga yedim men dedi, körseyip kel dedi, tansayıp kel dedi. Yeller aman, jurt aman, anday yalgız sen aman, munday yalgız men aman,
4 yıllık ayıbın yedigi yedim men dedi, Nuradım bedin sen dedi. Mona gapti aytkanda at üstünde Nuraddin otura almay halayık haddin taşlap kuladı. Perzent şaman derteken taht üstüne işi uğrap perzentin yerge түсірмей қағышып алған құсойды. Бауырына басады, қолтығына қысады, көзде жасын төгеді, har бетінен посалып. Маңлайынан жұпсыйып көзде жасын төгеді. Жалғызым aman екен деп аяқай жетімді кетсебей жыладым. Ой, рахмат. Судан ішіп алыңызшы. Жетіске ор емес пе? Жоқ, біздер үйренісіп кеткен. Бир гана кыяк тартуу эмес, бир өзгөчө көмөкөй менен да кырдайт. Ушундай талап кылат го, мен ушундай түшүндүм. Бұл енді біздің Қарақалпақ халқында бұл ескі не болып ескі дәстүр, өнер дәстүр. Сол біздерде сол бұрыннан ата бабамыз сол тойларда дастан айтатын болған, таңға дейін сағат-сағатлап отырып дастан айтады. Таңға чейин көмөкөй менен ырдаса, алар да жан калабы? Жан қалады әлбетте. Бір нәрсесі, мәселен, сілер қырғыз халқында манасты сондай дәрежеде атқарады ғой, айлап атқарады ғой оны. 7 күн, 7 күндө аткарган манасчыларыбыз бар. Біздерде де сол сіз айтқандай жаңа 7 күн, 7 күн дегендей 3 күн, 3 түн атқарған жырауларымыз қаған қағазларда. Сондай дәрежеде. Бұның енді айырмашылығы басқа бір нелерден. Бұнда һәм дауыста айтылады, һәм шертіледі, һәм образ бериледі. Бұнда актерлік шеберлігі болу керек. Жөн адамдын жанында отырган эмес экенбиз. Бул кыягыңызды алып бир кармап көрүп бир өзгөчө болуп атат. Эмне бул кадимки эле аттын кылы да? Бұның жасалу тарихы біздер Қорқыт атадан басланады. Біздерде де сол ағашы жидеден болады. Жиде. Бізде да жиде, жиденин талынан. Жиденин талынан, сол жидеден болады. Бұл терісі түйенің мойны болады, түйе. Түйенің жақ терісі болады. Бұл қылы аттың қылынан болады, тары аттың қылынан болады. Бұл да сол аттың қылынан. Бұл тиегі. Эмне деп аталат бул? Кыяк? Қобыз деп аталат. Қобыз дейсиз. Бізде қобыз дейміз. Қырғызда қыл қияқ. Кыргызда бизде кыл кыяк окшошуп кетет экен, бирок чын менен айырмасы чоң экен. Бизде кыл кыяк бир башкачараак жасалат, Бул жерде дагы бир Өзбекстандан келген өнөр адамыбыз отурат. Сиз дагы өзүңүздүн аспап жөнүндө маалымат берсеңиз бизге. Bizning milliy asboblarimizdan birisi, endi milliy asboblarimiz ko'p. Bularning ichida puflama asboblarimiz mana qo'shnayimiz. Bu qo'shni asbobi Tojikistondan rivojlangan hozir. Keyin shunga o'xshab Qozog'istondan bor rivojlanib kelayotir. Endi o'zimizni o'quvchilarning chiqib turishini aytamiz. Kelib o'rganib turibdilar bu asboblarni. Ya'ni o'zi nomi bilan nomi aytib turibdi, qo'shnay. Ikkita qamish, ikkita qamishdan, o'zi bitta navda qamishdan ikkitasi yasaladida, shu bir jup bo'ladi. Jufti. Bu jup ekön birday uylönöbü qanday? Ikkovi birdan chalinsa shu qo'shnay bo'ladi-da. Ikkisi birdan chalinadi. O'zi 2 oktava, ya'ni 2 oktavalik diapazonda ijro qilinadi. Birinchi oktava shu re, ikkidan 3-oktava re diapazonda ijro qilinadi. Ovozi shu inson ovozina qarab chalinadi. Shu ko'pincha talantga qaraydi. Ashulachilar yanında bizada ansambl bo'lib ko'pincha ijro qilinadi, hofiz bo'ladi, ashulachi, yanında doirachi, ansambl kamida 4 ta 5 ta chalg'udan tashkil topgan ansambl bo'ladi. O'sha ansambllarda ham yakka ijrolarda ko'p konkurslarda отдельный o'zi yakka chalib, yakka ijrolarda ham ko'p chalinib, ko'p yillardan buyon davom qilib keltirgan qadimiy chalg'ularimizdan biri. Ruxsat bersangizlar bir kichkina bir
Бул экөөнү ошондо бирдей үйлөдүңүзбү, чын менен оор жумуш экен. Бул азыр айтып атабыз да, бул аспаптардын ошол баягы эзелки экендигин. Сиздерде кадимий деп коебу, эзелки экендигин айтып атабыз. Ушул эзелки аспаптарды алып жүргөнүңүздөрдүн себеби эмне? Дебесе бүгүнкү күндө жанагы музыканын жеңил музыкага кетип калса, акча тапканга оңой биринчиден, экинчиден таанылганга оңой дегендей. Анан бул ошол илгерки аспаптардын баарына эле көпчүлүктүн кызыгуусун тартуу оңой эмес го. Азыр бизде Өзбекстанда şu телеканалlarımızda şunun көрсөтүүлөр болуп турду, көрсөтүүлөр ташкил кылынып турду, жаңы ижрада ижра кылыш. Yana жаңы ижрада ижра кылып, hem şunun konsertlerini beriş istegi de bolgan, şunun özüne işançlı bolgan hafızlar, sanatkarlarımız bolsa, ulara yardım tarikasında çegirmeler, kanakadır төлөөлөр, mesela zal, Koldo. Kollowlar şular tashkil qilinib turibdi. Bu narsalarni milliy estradamizda, biz milliy estrada deymiz, estradada. Улуттук эстрада. Milliy estradamizda bu çalgılardan hazırdan faydalanıladi. Faydalanılıb şu endi baribir kimgadir kanaka hammeyam bir xil narsani eshitib, bir narsani yoqtirib bo'lmaydi. O'zbekistonda yoshlarning qiziquvsi qanday bunday muzikalar? O'zbekistonda yoshlarning qiziqishi juda ham katta. Hozirgi davrda masalan har bir joyda bilaman o'zina yetarli bu chalg'ular bo'yicha ijrochilar yetarli o'zina. Hozir yana o'rgatilib, yana rivojlantirilib kelmoqda. To'y to'purlarda o'zgacha bor, eldi chaqiruуда өнөр адамдары өзгөчө бир орун ээлейт экен Өзбекстанда. Сиз кандай айтат элеңиз бул илгерки аспаптарды алып жүрүүнүн? Жашсыз, эстрадалык бир башка багытка кетип калсаңыз баттаныласыз дегендей бул көмөкөй менен ырдап кыйналбайсыз. Бул мага биринчи берилип атырган суроо эмес, өзүбүздө да айтат, хазилесип айтат бизлерде. Неге ошо бир маселен бирөөлөр эстраданы таңласа дейт, жагада көпчүлүктүн диккатына тез түшөдү жана жассыз дедиңиз го, жана маселен кызлар тааниды, өйтөдү бүйтөт деп хазилеседи да, эмне не кыласың деп мындай кобуз не кылган таңлагансаң дейт. Бул мен балалыгымдан 11-12 жашымдан бери кызыгамын буга. 11-12 жашымдан со музыка мектебине барып, содан бери колумдан тасламай жатырмын. Энди дурус ауырмачылык жаклар көп. Бирок дегенмен ол биз ондай кичкентай бир кыйынчылыкка деп өзүбүздүн жана миллийлигибизден кечип кете берсек улам жаксыз нерсе эмес деп ойлойм. Бексултан, сиз кандай айтат элеңиз? Енді бұл жағынан мысалы әрқайсымыздың өзіміздің жаңағы айтып отқандай ерекшеліктеріміз, өндеріміз, осы көнеден келе жатқан аспаптарымыздың тарихтары бар. Сондықтан мысалы көптеген үндері осындай түрік жаңағы естіп атсам осындай түрікше аспаптарда да және осындай өзбек, қарақалпақ және бір-бірінде көптеген түріктің әуендері естіледі. Мәселен мысалы бір-біріміздің баглама саз деген аспаптар бар ғой түрікте, сол сияқты кейбір аспаптарының үндері мысалы сондай үндері бізге өте жақын естіледі да, бір-бірін түсініп дегенде жаңағы. Ал бізде енді өзімізде қырғызға кішкене жақындау сияқты болып келеді. Тартыстары бар, көптеген қырғызда мысалы көптеген жаңағы стилистикалары бар ғой, сондай сияқты. Бура ойнап. Иә, сол теріс бұра және оң бұра деп аталады бізде. Сондай ерекшеліктері, өзінің қолқағыстары бар. Тағы басқа қоссақ енді осы қазір бұйырса тартып беретін менің ағайынның күйі бар. Сол жаңа қырғыздың стиліне, қырғыздың осы еліне арналып шығарған дейді. Сол күйді бұйырса қазір тартып беремін. Эмне деген күй? Секіртпе деген күй. Ол жаңа айтып өткендей теріс бұрауда болатын, орындалатын күй.
эле. Бул өзгөчө биздин Машботой, Машботой осы күйлөргө окшойт. Атай Огонбаевдин күйлөрүнө. Актамак, Көктамак, оңду күйлөрүбүздүн бир курамасы баары бир жерге жыйылгандай болду ойнодуңуз. Осыдан көп уксастык, элдердин, калктардын уксастыгы деп атканда болсо. Негизи бул домбуранын багы сиздерде көбүнчө терме го. Терип Бизде терме енді мысалы жыраулық өнер дейді ғой, жыршылық өнер бар, жаңағы дастан деп атқан сияқты бүкіл елдерде сондай әнді айтатын, домбырамен ән айтатын, ол терме де бар, мысалы дәстүрлі ән деп аталады, мысалы әртүрлі мамандықтар болған кезде. Сосын домбырада күй өнері бар, сол күй өнері мен ән өнері екіге бөлінеді. Осындай күйшілік өнерде көптеген өзінің ерекшеліктері бар, баярғы заманнан келатқан біздің нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп айтып кеткен екен атам қазақ. Сондықтан мінекей осы біздің өнерге келгеніміздің көптеген де біздің алдымыздағы болып кеткен, ата бабаларымыздың қалдырып кеткен іздері бар. Сол сияқты мен айтып өтейін дегенім, ол осы Бақыт Басығараев деген менің өз атам Ақтөбе қаласында, осы Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысында өте танымал күйші болған, соның ұрпағы болып келем, мен немересі болып келем. Сондықтан осы музыканттардың семьясынан шыққан болам. Сол сияқты көптеген өнерпаздар бар біздің қазақ елінде. Бексултан, негизи кыргыздын күүсү менен казактын күүсүнүн ортосундагы эң чоң айырма ошол баягы казактарда терме көбүрөөк, анан пентатоникалык лат деп коебу, пентатоникалык латта дейт. Анан кыргыздардын музыкасынын түп нускасы ошол баягы диатоникалык латта ойнолот деп, ошентип айтылат. Анан азыр сиздин ойногон күүңүз диатоникага өтүп кетти го дейми? Негизи диатоникалык латка жатат. Мисалы пентатоникалык латка көптеген татар әндері, немесе Кытайдын кейбір әндері ұқсас болады ғой. Жапон. Жапон, көптеген осындай халық әндерінің барлығы, күйлерінің, шығармаларының бәрі сондай ұқсас келеді. Сондай күйлердің бәрі, мысалы Ақтамақ, Көктамақта көптеген нелер бар ғой. Осылардың бәрінде де мысалы диатоникалық латтар андай біркелкі жүреді да, қатар-қатар жүреді. Сондықтан осы сондай ерекшеліктеріне диатоникалыққа жатады. Сіздердің күйлердечі қандай айырмашылық? Қазақ күйлерімізде енді көбінесе өзінің философиялық көптеген ішкі ойын, жаңағы мұңын түсіндіретін күйлер бар. Мысалы көптеген қазақ композиторлардың байырғы заманнан келатқан осындай өзінің мұңды күйлері де бар. Мысалы көптеген композиторлардың ішінен, қазіргі заман композиторлардың ішінен қатарынан Қаршы Ахмедияров деген бір күйші болған. Ол күйші ағамыз жан-жақты жанрға жаңағыдай күйлерді шығарған. Соның ішінде мысалға адамдардың осы аттарына орай, жаңағы толғау депші, мысалы бір адамдардың аттары немесе жан-жануарлар, табиғатқа арнаған көптеген күйлері бар. Сосынды осындай жанрларға жатқызамыз, философиялық күйлер де бар, көңілді толғаулы осындай әзіл сықақ күйлер де бар. Кыргыздагыдай эле кара күү, моңдуу күү, ошондой эле баягы шаңдуу күйлөр деп силерде дагы биздерде де сол жагы окшос. Кубандык байке, негизи бул өнөр адамдары кайсыл өлкөнүн болбосун жүзү. Ошол өлкөнү көргөзө билген адамдар, так ошол өнөр адамдары. Сырттан келген кишиге тосуп ала калып эле алып келип экономикабызды көргөзүп, же болбосо бир башка тармактагы жетишкендиктерди көргөзүү менен кызыктыруу болбойт. Так ошол өзүңдүн өлкөңдү көргөзүүдөгү эң алгачкы баягы карманган, бетке тутунар инсандарыбыз так ошол өнөр адамдары. Ал эми өнөр адамдарынын өзгө өлкөлөрдөн келип бир жерге топтолушу эмне бериши мүмкүн келечекке? Келечекке баштан айтып өттүк. Бул нерселерни азыр эле телевидениеде чыгып турупмуз. Бүгүн эртелеп мена бир каналыңызда ушундай бир интервью берди. Бизде кыргыздар ушундай, сырттан келгендердин баарын коноктоп, меймандос калыпбыз. Рахмат. Жудайым курсамбыз, бизе мунасабатларыбызда жудайым курсам болдук. Алдындан азгына болсам тарихыңыз менен таанышмыз, ушу Манас аркылуу көп нерсесini азгына окуп көргөнбүз. Биз адам Өзбекстан көп урмат кылады. Манас nimesine koyulgan жайларыбыз, көчөлөрүбүз, кийин Манас айылы жакында эле ачылды. Манас мектеби бар экен, биз барып көрүп келдик. Hamma joyi bilan o'zingiz guvohi bo'lgan bo'lsangiz, shunday hurmatimiz baland Qirg'iz xalqina. Nafaqat Qirg'iz xalqina, Qozoq xalqina, o'zi hammamiz biza o'rtasida mehmondo'st xalqimizda. Endi bu narsani festivalni bo'lishi başında aytib o'tganimizdek, yosh o'sib kelayotgan yoshlarni bizani bir gapimiz bor. Tarixini bilmasang, kelajakni qurib bo'lmaydi. Ya'ni biz tariximizni bilsak, shunga qarab turib kelajakni quramiz. Har bir inson
kılgan işinden hulasa çıkarıp aldığında yine maksatlarını koyup şu maksada intiladi. Bu narsalarni yana rivojlantirib mana nima deymiz, reklama deymizda uni. Ko'rsatib turibmiz buni. Bizani ko'rib o'tirgan Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston bo'lsin, boshqa Tojikiston davlatlari yoshlari ko'rib o'tirib, umuman shuni bir 10% shularga qiziqsa, shu asboblardan qiziqib, o'rganishni bir xohlab bir harakat qilsa, biz o'z maqsadimizga yetgan hisoblanamizda. Саламат айтсаңыз да, негизи бул өнөр адамдарына ар бир көргөн нерсе таасир берет, анан ошол өзүнүн өнөрүндө көргөзөт. Сизге кандай таасирлер? Сиз өнөрүңүздөн эмнени көргөзүшүңүз мүмкүн? Мен бағана айтып өткендей, манасшылардың айтқанына яман таасирленемін өзім. Себебі сіз бағана өзіңіз айтып өттіңіз, манасшы біздерде har kim бола бермейді дедіңіз. Бізде де тап солай айтылады, біздерде де жырау, не үшін жырау біздерде аз. Соның үшін бағанағыдай бір саза бермесе, бір өзіне бір қандай да бір белгі берілмесе, бұл қалеген адам жырау болып кете алмайды біздерде де. Мен со жаңағы манасшылардың несінен еш аламан, ілхам аламан. Бір өзіме бір күш пайда болады. Солардың бір тоқтаусыз айтып атырғанларына. Кенеміне қазақ ағайларымыздың термелері бар. Сондай бір жақсы тәсірлі термелері. Сол сияқты өзімізде де дастанлар бар. Сонан кейін бір әр халықтың өзінің несі бар ғой. Содан бір еш аламыз да. Сол арқалы өзімізде еледі рауажландыру һәм өзіміздің үстімізде іслеп, соны бір жақсы жағына өзгерту. Сіздердегі жыр атқару, біздегі манас айтушылық бағы екі оқшош, жақындығы бар екен. Манасшыларды жанында отырып, жақшырап, құшақтауырақ кетсеңіз, дағы бәлкім өзгөчө дағы бір таасирлері болады. Бізде көрерманымыз бар, кечиресиз. Біз сізді оқып жатабыз, сұрағыңызды беріңіз. Саламатсызбы? Курмангазынын Сарыарка деген күйсүн мына казактын жигиттери жакшаткан. Ушуну берип койсоңуз. Кимдин күйсүн сиз кайталасаңыз укпай калдым. Казактын чоң домбурачысы Курмангазынын Сарыарка деген күйсүн. Жигиттер билет оны. Биздин студиябыздын экинчи тарабында отурган балдар аткарып бере аласыздарбы? Курмангазынын Сарыарка күйсү дейт. Анда эмесе биз азыр күйүп алам, андан кийин маекти улантабыз. Бали, ыраазычылык билдиребиз, балдар, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Багы гүлүктөн гүлүк чыкса 4 аягы тыбырайт дейт. Бизде Кыргызда студиянын аркы бурчунда отуруп, казак туугандарыбыз өзгөчө күүсүн ойноп атса, бул жакта отуруп, Кубандык байкебиз дагы өзгөчө илхамы келип, дагы бир чыгарма аткарып берем дейт. Анда эмесе Кубандык байке. Азыр келемиз чалганын эшитип, өзү санаткардан илхам алат да. Şuna kılıp bizani çalgımız, yine püfleme çalgılarımızdan sürnay çalgısı bu.
Orta Asya halklarının köpçülüğünde var. Köp devletlerimizde çalınады. Flap çalınады, onun çalgılak sabunmasına türüne giredi. Kayta manafers, yani aylan manafers bilen çalınıp icra kılınады. Şu ruhsat berseniz bir çalıp göstersem köp. Görgөзсөңүз. Ой, өнөрүңүз өркүндөсүн. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сөз аягында. Нурсултан, жаштын тилегин угалчы. Бексултан. Енді осы келген осы кешегі салт мейрамдарыңызбен шын жүректен тағы да құттықтаймын деп айтам. Әр қайсыларыңызға, отбасыларыңызға тек қана зор денсаулық, мол бақыт және үлкен қуаныш тілеймін. Әрдайым осындай кереметтей қазақтың, қырғыздың, осындай қарақалпақтай, өзбектің халықаралық бір-бір достастығы тек қана кеңей берсін, достығымыз ұлғая берсін тек қана деп айтқым келеді. Және де әрдайым осы халықтарымыздың музыкасы арқылы, халық музыкасы арқылы бір-бірімізді танытып, әрдайым осындай той, үлкен концерттерде көрісіп жүре берейік. Рахмат. Студиябызга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Ошо өзүңүздөрдүн өлкөңүздөрдөгү туугандарга чоң салам айтып барыңыздар. Дайым ушинтип жай бизге келип туруңуздар. Коомдук биринчи канал Маданият, тарых, тил каналы берүүлөрүн улантат. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.